Қош келдіңіздер. Ақылды жүйелер және IoT YouTube каналына сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырыбымыз басқару есептері. Бүгін біз жаңа саланы бастаймыз. Үш басқару есебіне тоқталамыз. Бұл басқару теориясының есептерінің қойылуы және оның шешілуі туралы. Негізгі ұғымдар бұл жерде есеп, модель, талдау, синтез, идентификация тағы басқалар. Критерий, сигнал, сигналдың түрлендіргіші, басқару алгоритмі, мақсат функциясы, беріліс функциясы, күйлер кеңістігіндегі модель. Басқару жүйесінің құрылымдық схемасы мынау түрде беріледі. Біз өткен сабақта қарастырғанбыз. Бұл жерде жүйе екі функционал блоктан тұрады. Ол негізгі блок ол басқару нысаны, біз оны басқарамыз және оны реттеуіш. Біз осы реттеуіштің көмегімен ол басқару нысанын реттейміз. Төменгі схемада ол кез келген функционалды блок ол сигналдың түрлендіруші болып есептеледі. Ол белгілі бір оператормен беріледі. Оған кіріс сигнал беріледі. Ол оператор бір белгілі түрлендірумен шығыс сигналын шығарады. Оператор, яғни сигнал түрлендіруші. Мынау схемада жоғарғыда мынау қарапайым кері байланысы бар автоматты басқару жүйесінің схемасы келтірілген. Ол мынау элементтерден тұрады. Блоктардан тапсырма беруші, сумматор, реттеуіш, атқарушы механизм, басқару нысаны, датчик тағы басқа. Бұл әрқайсысы әрбір функционал блок бұл оператор немесе сигнал түрлендіргіші болып есептеледі. Оператор 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ал енді осы әрбір операторға белгілі бір сигнал беріледі және ол белгілі бір сигнал шығады. Мысалы, сумматорға сигнал 1 беріліп, сигнал 2 шығады. Реттеуішке сигнал 2 беріледі, оның шығысында сигнал 3 шығады. Сөйтіп кете береді, мына кері байланыспен датчик арқылы қайтадан сумматорға беріледі. Бұл қарапайым автоматты басқару жүйесінің схемасы. Ал төменде берілген схемада оператор бұл әрбір функционалды блок. Оған кіріс сигнал беріледі, in, және шығыс сигнал шығады, out. Енді бұл оператор уақыт кеңістігінде емес, лаплас түрлендіру арқылы түрлендіреді. Не үшін? Себебі лаплас түрлендіруі автоматикада бізді сипаттау, заңдарды сипаттауға, басқару есептерін шығаруға өте пайдалы құрал болып саналады. Сондықтан біз біріншіден сол лаплас түрлендіруіне түрлендіреміз. Сонда біздің Т уақыт айнымалысы П айнымалысына айналады. П деген комплекс сан. Мына жерде Y ат П шығыс тең болады W ат П. Бұл беріліс функцияның функциясы. Беріліс функциясы көбейту X ат П ол кіріс. Біз автоматикада осы үш негізгі басқару есебі бар. Бірінші есеп ол анализ немесе талдау есебі. Не беріледі, нені табуымыз керек? Бірінші бізге берілетін кіріс. Кіріс беріледі, оператордың функциясы беріледі, табуымыз керек шығысты. Бұл ең қарапайым есеп. Y-тен f at x, x берілсе, яғни f at x берілсе, оның y-ті табу оңай. Екінші есеп. Кіріс пенен шығыста беріледі, оператор белгісіз. Біз оператор табуымыз керек. Кіріс пен шығыс белгілі. Бұл идентификацияда көп қолданылады. Мысалы, беттің идентификациясы, түрдің, мысалы, паспорттың кез келген пропускной пунктке келгенде бізді идентификация жасайды. Біз оған белгілі бір карточка, ID картамен кіреміз, немесе бізді видеокамерамен біздің бетімізді face control дейді, соны таниды. Яғни біздің кіріс беріледі, және ол базада тұрған шығыс. Мыңдаған, миллиондаған суреттер бар, солармен салыстырып нақты бізді анықтайды. Келесі үшінші есеп бұл синтез есебі. Бұл синтез есебі мынау алғашқы бірінші, екінші есептің бірігуі, анализ және идентификация. Бұл жерде міне шығыс қана беріледі, кіріс пен оператор табуымыз керек. Кейбір жағдайда оператордың өзі де беріледі. Тек қана кіріс табамыз, ал кейбір жағдайда оператор да белгісіз, кіріс те белгісіз. Бұл жағдайда не істейміз? Біз, мысалы, кіріс берілсе, біз анализ есебін шығарамыз.
екіншіден біз идентификация есебін шығарамыз, сосын осы екі есептің жауабын нәтижесін мына жерге қоямыз. Сөйтіп ары қарай кері үшінші есеп бұл кері есеп болып саналады. Анализ есебі тура есебі, прямая задача, идентификация ол енді екеуіне жатпайды, ал синтез ол кері есеп, обратная задача. Шығыс беріледі, оның шығыс бойынша кірісті табуымыз керек. Мына өте күрделі есеп. Ал мына жерде негізі басқару есебі қалай қойылады? Постановка задачи. Ол мынау схема бойынша қойылады. Бізге міне басқару нысанының модель беріледі. Ең негізгі бізге осы модель беріледі. Оның шектік шарттары беріледі, қай жерде жұмыс істейтін, және сыртқы әсер ұйытқу беріледі. Одан кейін уақыт аралығы беріледі. Белгілі аралықта ғана біз есеп шешеміз. Белгілі шексіз емес, ол шекті аралық. Одан кейін шектеулер беріледі. Басқару сигнал бойынша шектеулер және күйлер бойынша шектеулер. Состояние ма? Күй. Ограничение состояния, ограничение по управлению. Одан кейін сол басқару моделін біз анықтағаннан кейін оның күйін біз анықтай аламыз. Ары қарай өлшеу модель немесе датчик модель дейді. Біз басқару моделін біз өлшей аламыз, белгілі бір датчиктермен. Сосын соның модельді берілу керек. Яғни ол кез келген прибордың, датчиктің қателіктері бар. Сосын біз оны өлшеймізде кейін кері байланыспен артқа қарай береміз басқару алгоритмі. Ары қарай басқару алгоритмі бар, басқару нысанын басқарамыз. Басқару сигналы пайда болады басқару алгоритм бойынша. Және бұл алгоритмді біз өзіміз бір критерий немесе функционал арқылы құрамыз. Ол басқару мақсаты немесе мақсат функциясы дейді, целевая функция, мақсат функциясы. Сол мақсат функциясы сол белгілі бір критерийді іске асырады. Сол критерий бойынша біз сол осы басқару нысанының басқару алгоритмін құраймыз. Сонда біздің мақсатымыз осы басқару мақсаты мен басқару алгоритмін құрып шығу белгілі бір басқару нысаны үшін. Әрине, кейде басқару нысаны беріледі, оның модель, кейде берілмейді. Берілмеген жағдайда біз идентификация есебін шығарамыз. Ал берілген жағдайда бұл уже оңай, идентификацияны шығармаймыз, уже дайын, бізге белгілі. Ары қарай біз уже басқару алгоритмін құра береміз. Мынау схемада сызықтық басқару жүйелерінің моделі берілген. Ол күйлер кеңістігі моделі немесе модель пространства состояния. Ол мынау А, Б, С, Д матрицалар арқылы беріледі және мына жерде интегратор бар. А деген басқару нысанының моделі мына жерде тұр. Ол берілуі міндетті түрде мына жерде беріледі. Берілмесе идентификация есебін шешеді. Б реттеуіштің моделі. С ол датчиктің моделі. Өлшеуіш модель. Жаңағы мына жердегі мына датчиктің моделі С. Басқару нысанының моделі А. Тура осы жердегі. Б реттеуіштің моделі. Реттеуіштің моделі мына жерде басқару алгоритмімен беріледі. Бізде мына жерде нақты көрсетемін. Басқару алгоритмі ол Б. Реттеуіштің моделі. С датчик моделі, Д тікелей байланыс матрицасы. Біздің жағдайда ол нөлге тең, сондықтан мына Д-ны біз нөлге есепке алмаймыз. Ары қарай X атты ол күйдің векторы. X0 бастапқы күйі, беріліп тұр бастапқы күйі. U атты кіріс векторы, U атты басқару сигналы болып есептеледі. Y атты шығыс векторы. Бұл датчиктің сигналы. Ары қарай бір бөлінген С ол интегратор. Мына жерде мынау теңдеулер жүйесі берілген. X штрих атты. Бұл туынды. Туынды тең А атты көбейтілген X атты плюс Б атты көбейтілген U атты. Бұл дифференциалдық теңдеу, бірінші теңдеуде. Астыңғы Y атты тең С атты көбейту X атты плюс D атты көбейту Y U атты. Бұл алгебралық теңдеу. Сонда мынау теңдеулер жүйесі ол интегро дифференциальный уравнение. Алгебра дифференциальный уравнение. Алгебраический және дифференциальный. X атты бұл белгілі бір RN кеңістігінде жатады. Y атты RN кеңістігінде жатады. U атты да R кеңістігінде жатады. Бұлардың бәрі шектеулі. Жақсы.
Привет. 1, 2, 3 бастаймыз. Саламатсыздар ма? Бүгін біздің тақырыбымыз басқару есептерін қарастырамыз. Нақты біз бүгін күй кеңістігі моделін қарастырамыз. Орысша модель пространства состояний, ағылшынша state space модель. Бұл мынау теңдеулер жүйесімен беріледі. Бұл жерде екі теңдеу бар. Бірінші теңдеу x тең ax плюс b, бұл дифференциалдық теңдеу. Екінші теңдеу y тең cx плюс d, бұл алгебралық теңдеу. Жалпы жүйе мынау түрде берді. Кіріс шығыс модель түрінде u кіріс, y шығыс, x жүйенің күйі. Енді мынау жүйенің құрылымдық схемасы осындай. Бұл жерде a, b, c, d матрицалар бар және ортасында интеграл. Бұл жүйенің басқару нысанының күйі. U кіріс сигнал басқару сигналы беріледі. B басқару матрицасы. Одан кейін басқару нысанының ішкі күйі ол x a матрицасының беріледі және ол интеграл. Сосын cx бұл датчиктің моделі. Біз оны өлшеймізде оны бақылаймыз. D ол тікелей матрица. A күйлер матрицасы, B басқару матрицасы, C датчик, C D тікелей матрица. Мұнда x күй векторы, u кіріс басқару сигналы, y шығыс датчик сигналы. Мына интеграл. Не беріледі, нені табу керек? Негізі үш есеп бар, қарастыратын. Бірінші есепте екінші есеп, көрінеді ғой, үшінші есеп. Осы үш есептің бірінші оператор ортасында тұрған оператор. Мынау кіріс, мынау шығыс, кіріс, шығыс, кіріс, шығыс. Бірінші есеп анализ есебі. Анализ есебінде кіріс беріледі, оператор беріледі, табу керек шығысты. Екінші есеп идентификация есебі. Кіріс беріледі, шығыс беріледі, табу керек операторды. Екінші есепте. Кіріс пен шығыс беріледі, оператор табу керек. Үшінші есеп синтез.